Аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі? Бүгін мен міне өте жұмсақ, әрі нәзік, өте дәмді осындай булочки пісіретін боламын. Міне алдыменен бисмилля деп сүтімізді құямыз. Жылытылған сүтті. Бисмилля. Оған енді дрожжымызды салдық 10 граммдай. Бір қасық қант саламын. Татығанша тұз саламыз. Дрожжымызды әбден ертіп аламыз. Бұнда тұз бар, қант бар, сондықтан әбден ертіп алу керек. Бұл 2 порция деп қояды ғой. 2 порцияға арналған. Описанияға жазылады. Енді бұған бірнеше қасық ұнымызды салып, бұларды біраз уақытқа қойып, ашытып аламыз. Өзінше бөлек ашытып алса, жақсы көтеріледі. Бұның қоюлығы құймақтың қоюлығындай десем болады. Сондай істеу керек. Баяғыда барлық нанға да, булочкиға да апаларымыз қолдан ашытқы жасаушы еді ғой. Қандай керемет сол ашытқымыз. Қазір де жасап қоюға болады. Міне енді қоюлығы осындай құймақ сияқты болды. Дайын болды. Енді бұны уақытын айтпай-ақ жақсы көтерілгенше қойып қою керек. Енді міне бұл ашытқымызды осылай бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Шамамен 20 минут, жарты сағат. Қымбатты көрермендер, міне керемет боп, міне көпіршіп, керемет көтеріліп ашып тұр екен. Бұған енді қалған қантымызды ұн қосып ақырындап илей береміз. Қалған қантымызды қосып ертіп аламыз. Мен жұмыртқаны қосайын деп тұрмын. Енді ақырындап ұнымды қоса берейін. Енді қолмен илеуді бастайын. Қамырым илеп дайын болды, булочки. Енді 1 сағаттай уақытқа ашытып қоямыз, ашығанша. Міне, қолға аздап жабысады, ол ештеңе етпейді. Жұмсақ болу керек. Енді ашытуға қойып қоямын. Бетін жауып. Міне қымбатты көрермендер, менің сүзбе дейміз ғой, сүзбем іртік-іртік, сондықтан мен блендерді қолдануға тура кеп тұр. Ендігі кезекте майын қосайын. Жұмыртқаның сарысы. Мынау ванилинный сахар дейді, әйтпесе сахарный пудра болса да болады. Шай қасықпен 2 қасық. Ендігі кезекте қант саламыз. Енді татығанша 1 шымшымдай тұз саламыз.
қамырым дайын болды. Міне сондай керемет ашыпты. Мен 1 сағат емес 1,5 сағатқа қойдым. Мен осыны теңдей 4-ке бөлуім керек. Қымбатты көрермендер, міне 60 грамнан 20 тал шығарайын деп тұрмын. Булочкаға арналған күлшелерім дайын болды. Енді бір жарты сағаттай уақыт тындырып қоямын. Міне булочканың наны керемет көтеріліп, сондай сүйкімді міне дайын болыпты. Енді начинка дейміз ғой, салмасын салуымыз керек ішіне. Міне осылай етіп, екі жағын аздап тілемізде, ортасына салмамызды саламыз. Беттестіріп, өстіп, жабыстырып, екінші бетін тағы аздап жабыстырамыз. Ашылып кетпеу керек. Міне осылай етіп. Міне енді 15 минуттай тындырып қойдым. Енді міне жұмыртқаның сары уызын алып қойғанмын. Соны азғантай сүт қосып, бетіне жағатын боламыз. Пешімізді 180 градусқа 20-25 минутқа қыздырсаңыздар жетеді. Алдын ала қыздырылған пеш. Алдын ала қыздырып қоясыздар. Міне менің булочкам пісіп дайын болды. Міне қымбатты көрермендер, жартысын осылай рогалики жасадым. Бұл да творог сүзбемен. Енді біздің пешіміз дайын тұр, 180 градуста 20-25 минут. Енді пешке апарып пісіруге саламыз. Міне қымбатты менің көрермендерім, менің міне жұмсақ нәзік булочкам дайын болды. Егер де менің булочкам ұнап жатса, осындай булочка пісіріп, шаймен ішсеңіздер өте дәмді әрі жұмсақ нәзік, әсіресе үлкен адамдарға жақсы. Міне сіздерге дайын булочкамды үзіп көрсетейін. Бисмилля. Міне. Тамаша. Өте нәзік, дәмді. Дәл осындай булочка пісіріңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.